топ жарып жүрген, арқаға олжа салып жүрген, әрбір сөзінде қорғасындай салмағы бар ақындар шығайын деп жатыр. Екеуі де елге мәшһүр, екеуі де осы қазіргі Қарағанды облысындағы ақындардың көшін бастап жүрген азаматтар. Ол кеше ғана Балғынбек Имашев ұйымдастырып жатқан хабар арнасындағы айтыс стар деген жобаның жүлдегері Байсүгіров Нұрмұхамед, Шахтинск қаласы. Байсүгіров Нұрмұхамедпен айтысатын ақын кешегі Исалардың жалғасы. Бүгінде Қарағанды политехникалық университетінде ұстаз болып жұмыс істейтін, атының өзі дардай, атының өзі басбайға алып беретін Нұрсұлтан Рымбай келіп отыр міне. Біздерге бабалардан құндыз қалды, өлеңмен қандырайық бір құштарды. Ассалаумағалейкум ағайынға сағынған жүрегіммен жыр құшқанды. Карантин деген бізге бәле болды, қаншама аяқталмай тұрмыс қалды. Жабылып айналаның бәрі бірдей қағылып, қаражаттан құрылыс қалды. Айлығынан айрылып алаш жұрты халықтың жағдайын шыңғысқанды. Көрдік қой астымызда кен жатса да 42 мың теңгеге қырылысқанды. Парақорлар бұл жайды пайдаланып қарашаға құрығын күндіз салды. Дәрілерге жарымай дәріханаң әбігерде маңғазел мұңғышқанды. Осының біреуі де болмас еді, өлтірсек өтіріктей бір дұшпанды. Бұл көгейт десе көгейт екен, үшкіріктен шошитын үрдіс қалды. Күл әлемді қорқыту тұрғысынан артқа тастап кетті ғой Шыңғыс ханды. Мен үшін ең қиыны айтыс болмай жүрегіме тығылып жырғысқанды. Ағайын айтысымды аңсап келдім, балабайдай сағынған Шыңғыстауды. Әгиганым, әгиганым. Карантин өз тәртібін мықтайды екен, қашықтық сақтамаған отпайды екен. 30-дан аспасын деп адам саны үкімет ережесін нықтайды екен. Айтысты көрерменсіз өткізбесем айтағам деп отыр ғой мұрттай кетем. Адамның заң алдында бәрі бірдей, халықтың қамын ойлап құптайды екен. Мен бірақ бір нәрсені түсінбедім, басымнан өткен жайды нықтай кетем. Осы айтысқа автобуспен келіп едім, онда ешкім заңға басын бұқпайды екен. 80 адам сығылып әрең келдік, карантин деген сол ма ұқпайды екем. Бұл ковид бір ақылды вирус болдау, өзінің шеңберінен шықпайды екен. Айтысқа кірген кезде жұғады да, автобусқа мінгенде жұқпайды екен. Әгигарым, әгигарым. Күшейіп келгендерді көметінсің, тістеніп келгендерге төнетінсің. Қалайсың Нұрмұхамед, қасымдағы саулықты сұрамаса сөгетінсің. 20-ның басында отау құрдың, бұрын соңды үйге кеш келетінсің.
Күні кеше бауырым әке атанып, сүйіншіңді сұрамай неге отырсың? Осы жыл жаққандай ма саған ғана карантинде көбейген өжет ұлсың? Барлық әлем жабылып жатқан кезде бағыңды ашып алған боп отырсың. Шашубайдың еліне күйеу болып шашыңызды қысқартып кеп отырсың. Тілегендей қайнаған бар еді ғой, тілге қашан көшемін деп отырсың. Әгигағым, әгигағым ай. Бауырым таусылмайтын кендей мекен, тұлғасы тәңір тауға теңдей мекен. Шашыңды алып түріңде өзгеріпті, жылыда бәлкім жиі терлей мекен. Алдынан қарағанда махамбетсің батырдай, мен едім мендей мекен. Артынан қарағанда ақтан берді, сөйлесе сусылдатып селдей мекен. Солынан қарағанда сүгірдейсің, жырласаң ел үміті сөнбейді екен. Оңынан қарағанда Оспан батыр жұртым үшін жаудың бәрін жерлейді екен. Төбесінен қарасаң тәттім беттей, жүректің қылын шертіп тербейді екен. Болмасаң да ұқсап бақ деген абай осы сөзді ұстанған өрлейді екен. Бір өзің 5 адам боп келіп тұрсың, айтағамның арқасы терлейді екен. 30-дан асып кетсе ақын саны, акимат бәрімізді тергейді екен. Нұрлы Мұхаммед бауырым нұрлы реңің, хакімнің айтқанына келгеніммен, әкімнің айтқанына келмейді екен. Әгигағым, әгигағым. Кешегі Абай құнан бай сияқты, ақындар өлең жырға бай сияқты. Қиқу салар көрермен жоқ болған соң, шабысы ақындардың жай сияқты. Ал ендеше қолпаштап отырыңдар, қанжығасы ақындардың май сияқты. Әйтпесе айтыс тып-тыныш өтіп жатыр, тығылып жасап жатқан ой шіркін той сияқты. Арайдым, 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 арайдым. Бісміллә деп айтысты бастайын кеп, көп созып уақыттан да аспайын көп. 12 ақын келді алдарыңа, жұртымның жеткізбекке жақсы ойын кеп. Дүние дүр сілкініп жатыр қазір, төбемізге тигендей тастайын дед. Денсаулықтың қадырын біліп қалдық, халықта қазір одан басқа уайым жоқ. Осындайда ағайынмен бірге болып қызметіңнен қазағым қашпайын кеп. Біздер келдік есеңгіреген еліміздің еңсесін бір көтеріп ой шіркін тастайын деп. Арайдым, 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 арайдым. Ертаяғам қарап тұрсам заңғар дерем, тілегендей ағамды тарлан дерем. Құдай берген қар өлең жастайынан Қойлыбайдай ағама қонған дерем. Ол рас былтыр ғана үйлі болып, ал кеше сәбиімді қолға алған ем. Қазылардан сүйінші сұрай келдім,
Адамда бітпейді екен арман деген, 10 мың теңге алғандай отырайын, сүйіншімді берсеңдер ой шіркін, 10 бал менен арайдым, 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 арайдым. Дәл бүгін айтыс дейтін көшке кіріп, отырсың бетбейнемді беске біліп. Ақтан берді жырауға ұқсатсаңыз, жастайымнан жырларын өскем ұғып. Тәттім бет деп айтсаңыз, тәттім беттің ордасын бітіргенмін беске біліп. Оспан мен Махамбеттей батыр десең, көрмегем қарсыластан еш шегініп. Бір бойымнан 5 адам көріп отсың, бүгінгі айтыс дейтін көшке кіріп. Қорыққанға қос көрінер деуші еді, қорыққанға. Қалмағайсың Нұрсұлтан еш шегініп. Қос тізеңіз қалтырап отырсың ғой, қос түгілі көзіңе ой шіркін, 5 көрініп арайдым, 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 арайдым. Жыл басында бас тұран абай болды, ортасында көп айттық абай болды. Сырым ақын бақтыға кетіп қалып, орнына бақсын айтын орай келді. Нұрмұхаммед қатыспасаң болмайды деп шақырған айтпайдайын ағай болды. Көрерменсіз айтысқан бір түрлі екен, артқа тастап келгенде талай жолды. Ал ағайын қол соқ дейтін шумақтардың жарамсыз боп қалғаны ой шіркін, қалай болды арайдым, 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 арайдым. Беделің биік еді таудан маған, ол едің дарынына дау болмаған. Айтулы аудармашым амансың ба, қазақ тілден басқа тіл аудармаған. Сен қалай тілмәш болып шыға келдің, мен қалай бұны бұрын аңғармағам. Ағылшын неміс тілін айтпағанда, орыс тілден жоқ еді оңған бағаң. Тілмаш боп жүрсің бәлде қазақтарға, ана тілін білмесе арланбаған. Онда саған парламентке бару керек, қазақ тілін қадірлеп қолданбаған. Қарақұсыба апаңның қасында бол, сөзінде мағына мен мән қалмаған. Бір бала жақсы, екіншісі өкінішке орай деп айтар сұрақ қойып барғанда жан. Біздерді тағы немен таңғыласың, қазаққа қазақ тілмәш ой шіркін, болған заман арайдым, 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 арайдым. Абайдан қалған ізді жалғайтұғын, ақынсың елге жырын арнайтұғын. Естуімше жақында дүкен ашып, бизнеске бет бұрыпсың алмайтыным. Ол дүкенің көп ұзамай жабылып қап, сауданың ұқпай қалдың қандай сырын. Жалғыздың үні шықпас деген осы, қасыңа біреу керек қолдайтұғын. Бір бұғалтыр керек ау осы саған, есеп қисап дегеннен талмайтұғын. Сөздерімнің астарын түсінерсің, жігітсің ғой оң солын аңдайтұғын. Көзің әбден жеткен болар, басың екеу болмаса малың төртеу ой шіркін, болмайтынын арайдым, 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 арайдым. Төрімде сауысқандар бекпей болған, төрелер тілге нұрын төкпей қалған.
Қазаққа қазақ тілмәш болған рас, жарамдай жүректегі кетпей қалған. Сен маған парламентке бар дейсің бе, қиялдасаң қай жерге жетпейді арман. Ол жақта мені күтіп кім тұрады, шындық айтсаң шеніңді шектей қалған. Парламентің түгілі мен бейшара праймериз дегенге өтпей қалғам. Мені қойшы, айтпай ағамның да дауысы Евгенийға жетпей қалған. Әгигағым, әгигағым, адамдай ерегестің еш көрмеген, өресі өспепті өзі өскенменен. Шаңырақ көтергенің кеше ғана ақыл айта бастапты, нестер деп ем. Дүкенімнің жай күйін тізіп айттың, мені олай салықта тексермеген. Өміріме тәжірибе жинап алдым, бизнесім құлдырап өшкенменен. Адамға ұшақ нәрсе керек екен, ісіміз болсын десең төс көрлеген. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, бойыңда болса жансың көш бермеген. Мен оны кейін білдім, бауырым-ау, қолымды мезгілінен кеш сермегем. Расында қиын екен Нұрмұхамед, жасыңда білім бар деп ескермеген. Оған бола жазғыра қоймассыңдар, Абайда жас кезінде ескермеген. Әгигағым, әгигағым. Алаштың атайықшы арайы боп, тұрғанда өлең сөздің орайы кеп, жауласып жан жағының барлығымен жер жаһан бара жатыр жабайы боп. Армиянмен сыйыспай Әзірбайжан бауырын үшін мұңым молайып ед. Азуын айға біліп Америка деп тұр ғой, күллі әлемге салайын от. Украина дейтұғын інісіне Россия қарамайды ағайы боп. Мұсылман көрсе Қытай қамау қалып, өмірмен қоштастырды талайын оқ. Иран, Ирак, Сирияңда күнде соғыс, қалалармен қираған сарайы көп. Менің сол бір елдерге жаным машит, қылығы көрінгесін анайы боп. Өйткені ол ұлттардың өсиетпен мәнді әңгіме қалдырған маңайы жоқ. Адамзаттың бәрін сүй деп айтатын, алдарында ақылшы абайы жоқ. Әгигағым, әгигағым, десек те Нұрмұхамед жаңылмайт кім, айтпасақ ақиқатты арылмайтын. Жуырда Алматыда айтыс болып, шумағыңды Алаштың төрінде айттың. Қарағанды сенетін көк бөредің, шапшы дейтін шайырым шерімді айтқын. Эфир деген бір үлкен мүмкіндік қой, ол жерде елдің жайын сенімді айтқын. Сен бірақ сеніп отқан елдің емес, өзіңнің басыңдағы жөніңді айттың. Қатынап 4 құбылам теңелді деп анаңа алып келген келінді айттың. Там түгіл тал егілмей қурап тұрған әкімің сыйға тартқан жеріңді айттың. Қиналған қара халық өтінішін бауырым біз болмасақ орындайт кім? Шулаған шелек ұстап таң сәріден су іздеген саранның елін қайттың.
байлығы шайлығына жетпесе де жер астында жылаған ерін қайттың. Алиханға атауы бұйырмаған орыстың октябрьдей төрін қайттың. Аудандардың арасын жалғай алмай батпағы шығып жатқан жолын қайттың. Осының біреуінде жырға қоспай шоу жасап шекпеніңмен шеніңді айттың. Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа абайды оқымаған елін қайтсын. Нұр Мұхаммед сенген қойым, өзің болсаң негізін түсінбепсің, не бір жайттың. Батырым деп көкпарға қосып едік, тақымыңды уқалап тегін қайттың. Әгегағым, әгегағым. Осылай ел алдында жыр арнасаң, мәселе айтпадың деп ұрандасаң, неше түрлі мәселе айтып едім. Жөн болмас саған жауап қыла алмасам, ол деген телевизия саласы ғой. Дидарлардан сұрап көр, күмән болса, ол жерде көп сөзіміз қырқылады. Тоқтау болады екен деп жүрміз бұған қашан. Оны бірақ сен қайдан түсінесің, облыстан әріге шыға алмасаң. Әр нәрсеңді сөз қылар не бірдан ғой, оның бәрі ақылы кемілдар ғой. Әкім 4 жыл бұрын әкім берген жерімді айттың. Ол рас, 10 соттықтай жерім бар ғой. Ақын деп бізді сыйлап, жер сыйлады, өйткені елден бізге сенім бар ғой. Ал саған жер беретін әкім де жоқ, сондықтан күндей тұғын жөнің бар ғой. Мен болсам 4 құбыласы тең ақынмын, өзімде жер, мамамда келім бар ғой. Әкімнің өзі берген 10 соттықтай, жеңілсем көтеретін ой шіркін. Жерім бар ғой, арайдым, 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 арайдым. Зам әкім жаңа ғана жүреді ғой. Аз екен ақынға жол тіледі ғой. Ең соңғы жұпты көріп кетейін деп. Атбасын осы жерге тіреді ғой. Дәл біздер шыққан кезде келіп отыр, қай кезде келетінін біледі ғой. Көмейден өлеңменен күйақты жүз, жастардан қалып кетсек ұяттымыз. Сүбелі сөз айтайық ел алдында, әйтпесе қалың жұртқа ұяттымыз. Бір жандай спонсордың жүлдесіне басты үміткер екеуміз сияқтымыз. Осы күні қазақтың халі қалай, атпа бет тәуелсіздік таңы доңай. Осынау егемендік азаттықты Құдай берген қазақтың бағын орай. Бұдан да айырылу бірақ сәтте, сақтықпен қарамасаң бәрін абай. Алауыздық, араздық болып жатса, сөндірер шаттығыңның шамын оңай. Біріңді қазақ, бірің дос көрші деп қазақтың қамын жеген қалың абай. Әр қазақ мына менің жалғызым деп алашқа үлгі болған сабыр адай. Ұлтын сүйген ұлдардың ұран осы, түсіне білген жанға мағына бай.
бірлік сондықтан да болайық тек бірлікте. Тек бірлікте болайық, азаттығың баянды болсын десең әрі қарай. Жаратқан баршаңызға жақ болса екен, осыменен ақындар тоқталса екен. Карантин деген бәле кетіп қалып, бастарыңа бармақтай бақ қонса екен. Сегізді жалтаңдаттау тілеш ағам, берер бағаң біздерге шақ болса екен. Сөз соңында тілерім ағайынға, бастарыңа бармақтай бақ қонса екен. Вирус деген бәледе тілейтінім мына менің шашымдай, ой шіркін. Жоқ болса екен нарайдың, 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 нарайдың. Ой, рахмет. Тамаша бір айтыс болған сияқты. Қалың қауым керемет шапалақ соғып тоқтып, ақындар деп болмай жатыр енді. Нұр Мұхаммед, Нұр Сұлтан деп айғайлап жатыр. Естіп, жүрегіміз сезіп өтір, көзіміз көрмесе де. Ал енді ақындардың бағасын беріңіздер. Айтысты бастаған Нұр Сұлтан Арынбай 1-9, қалғаны 10, 49. Ал біздің Байсүгіров Нұр Мұхаммедке қандай бағаларыңыз бар? 1-9, қалғаны 10, 49. Вал бойынша бәрі елгілі болды. Енді ақындар 10-15 минут сіздерге үзіліс. Көрермен қауымға да қазір қазылар алқасы ақтық сынға шыққан ақындарды анықтайды. Одан кейін бір 15-20 минуттан кейін екінші айналым өтеді.